Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 27 қаңтар, сабақтың тақырыбы қыста қалай киінеміз? Как одеваемся зимой? Осы сабақта сіздер өткен сөздерді қолдана отырып, сөйлем құрастырасыздар, сұрақтарға жауап бересіздер. Сабақтың жаңа сөздері. Новые слова. Далада ойнайды. Играет на улице. Күн суық. Холодный день. Томбайды. Не мерзнет. То надо. Мерзнет. Қалың. Толстый. Жұқа. Тонкий. Жылы. Теплый. Аурудан сақтан. Остерегайся болезней. Балалар, 26 бетте берілген мәтінді оқиық, тыңдаңдар, қайталаңдар. На странице 26 читаем, слушаем и повторяем. Қыста Анель мен Анна далада ойнайды. Зимой Анель и Анна играют на улице. Қыста, ребята, қыс – это зима. Күн суық. Холодный день. Анель томбайды. Анель не мерзнет. Оның күртешесі қалың. Ее куртка толстая. Анна тонады. Анна мерзнет. Оның күртешесі жұқа. Ее куртка легкая, тонкая. Бас киімі жоқ. Нету шапки. Анна қалың күртеше ки. Анна, одень толстую куртку. Бас киім ки. Одень шапку. Қыста жылы киін. Зимой одевайся тепло. Аурудан сақтан. Остерегайся болезней. 26 бетте берілген бірінші тапсырманы орындайық. Первое упражнение на странице 26. Суреттерге қарап, сөйлемдерді толықтырып оқы. Посмотрите на картинки, дополните предложения, прочтите их. Анельдің бас киімнің суреті бар. Ребята, обратите внимание, что Анельдің это, то есть ее, Анель. Если это Анельна, то какое окончание нужно добавить? Анельдің бас киімі бар. Второе предложение прочтите и отправьте мне ответ. Екінші тапсырма, второе упражнение, ребята. Сөйлемді толықтырып жаз. Дополните предложение. Анельдің күртешесі, Аннаның күртешесі. Куртка Анель, куртка Анны. Какие у них куртки, ребята? Смотрим на текст и дополняем предложение. Балалар, сұраққа жауап беріңдерші. Ответьте на вопрос. Қыста не киеміз? Что мы одеваем зимой? Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңдар.